Мысалы бір жерде дін оқылады екен десе, бір медресе бар екен десе, сіз бен біз одан не қылмауымыз керек? Жәрдем беруден тайынып қалмауымыз керек. Себебі ол жерде не бар? Сауап бар. Себебі Алланың несін үйретіп жатыр? Дінін үйретіп жатыр, пайғамбардың несін үйретіп жатыр? Сүннетін үйретіп жатыр. Мынау Стамбулда алған Фатих Сұлтан деген бар. Фатих Сұлтан. Бұл Фатих Сұлтан білім ғылым министрі келсе сұрағанын береді екен. Талқыға салбайды екен мүлдем. Келеді, білім ғылым уәзір келеді. Уәзір не дейді? Осынша медресе салу керек биыл. Осынша шәкіртіміз бар, осынша шығын керек, осынша ұстаз бар, тағы да осындай. Фатих ойланбай береді екен сұраған. Жылда осылай болған, бір күні бас уәзір шыдамай кеткен. Тұрып не деген? Сұлтаным деген. Мен бір нәрсе ұнамай жүр көңіліме деген. Не толмайды көңіліңе деген? Сіз неге осыны сұрап келген ақшасын бересіз деген. Мынау сұрайды. Сіз бұған не аласыз? Ойланбай бересіз. Негізінде мемлекетіміздің бәленше мың проблемасы бар. Солардың барлығын көз жұмып қоясың да сен не істейсің? Осыны сұраған бересің.